Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қыз жібек жыры, Базарбайдың теріс батасы, Төлеген мен Бекежан, Бекежан мен Қыз жібек. Сабақтың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазыңыз. Балалар, шығарманы оқып шықты деп ойлаймын. Енді бірнеше тапсырмаларды орындауға кірісейік. Серпілген сауал. Бата дегеніміз не? Батаның қандай түрлерін білеміз? Оң бата, теріс бата туралы не білеміз? Теріс батаға көзқарасың қандай? Бейнероликке көңіл аударайық. Мен аттанам. Жер бak! Күнді өршінде жел аңсаған, майса менен шыдаған. Қорам сал! Аттан! Аттан! Амин! Шөлиесі қамбарау, шөлиесі қамбарау, қарағыма көз салау, ғашықтардың тіредің ләйлі мәжіліс кәрварау, бейбәтима пірімау, баба түкті шашта күз, баламды сізге тапсырдым. Жібекжан! Балалар, бейне үзіндіден батаның, қарғыстың түрлерін көрдіңіздер. Қазақта батаға өте қатты көңіл аударған. Дәстүрде ақ батаның орны ерекше. Батамен ел көгерер, жаңбырмен жегір көгерер деп бекерге айтпаған. Енді батыр Бауыржан Момышұлының халыққа берген батасына көңіл аударайық. Халықты зәбірлер бастықтан сақта, жақынға жала жабатын, қан құйлы қастықтан сақта, сырты сұлу іші кір, қадір білмес пасықтан сақта деп халқына бата берген екен. Ендеше батаның орны ерекше. Дұрыс жауабымызды салыстырайық. Бата дегеніміз не? Бата беру адал ниет, жақсы тілек білдірудің ұлттық дәстүрі. Батаны қандай түрлерін білеміз? Жарапазан батасы, серттесу батасы, жол батасы, жаңай бата, теріс бата, көші-қон бата, жас отау иелеріне арналған бата. Оң бата мен теріс бата туралы не білесіз? Ел арасында туған дауға жұрттың бәрі бірдей тоқталғанда істің дұрыс-бұрысын көрсетіп, оң немесе теріс бата берілген. Теріс батаға көзқарасың қандай? Теріс бата қарғыстың қатты, жазаның өте ауыр түрі. Теріс бата ұрпақтан ұрпаққа қара таңба болып келген. Ендеше кестені толтырайық. Тұжырым кестесі бойынша жырдан кейіпкерлерді топтастыру. Кейіпкерлер Қыз жібек, Төлеген, Бекежан, Базарбай. Олардың жырдан үзінді ретінде іс-әрекетіне шолу жасап үзінді жазамыз. Сол үзінді арқылы оның бойындағы адами қасиеттерді жазып шығамыз. Яғни кейіпкерлерді топтастыра отырып,
қысқаша мінездеме береміз. Сізге сәт, балалар. Бағалау критерийі: жырдан кейіпкерлердің іс-әрекетін бейнелейтін үзінді жазасыздар. Кейіпкердің іс-әрекет арқылы адами қасиетін анықтайсыздар. Дескриптор: кейіпкердің іс-әрекет арқылы бейнесін аша аласыздар. Өзіндік көзқарасын білдіресіздер. Дұрыс жазды деген ойдамын. Енді дұрыс жауабымен салыстырып көрейік. Қыз жібек. Қыз жібекті төлеген ақылынан танып тұр, көз мейірі қанып тұр. Адами қасиеті ақылына көркі саяру. Төлеген. Асып туған төлеген, жабдықтап атын мінеді. Гаухар лағыл алтыннан, жолдас ермей елінен жалғыз өзі жөнеді. Көзсіз батыр. Бекежан. Атаңа лағынет Бекежан, мылтыққа білте басады, әруағы оның асады, төлеген сынды мырзаның қанын судай шашады. Қу мерген. Базарбай. Бұл балам тілімді алмады, тілегімді бермеді, төлеген қайнына барамын депсе, қолымды теріс шайып бата беремін. Бір беткей өзімшіл. Сабақтан кейінгі әсерім: не сезіндім, нені білдім, қандай ой пайда болды, не үйрендім деп сұрақтарға жауап беріп, кері байланыстарыңызды жазыңыздар. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болып тұрыңыздар.